88-ші сабақ теңдік және теңсіздіктер, санды және әріпті өрнектер. Қазақтың ұлттық ойындары бәйге. Мен санды және әріпті өрнектерді тануды, оқуды, жазуды және құрастыруды үйренемін. Бірінші есеп: жарысқа қатысушылардың есімін және номерін анықта. 6-ға 8 қосқанда қанша болады? Он 4. 46 минус 30 тең болады 16. Енді қараңыздар. Асылбек 14-ші номерлі, міне. Бұл Асылбек. 16-ші номерлі Алмас. 16-ші номерлі Алмас қайда? Мінекей, бұл Алмас. Міне. Номерлерін таптық, енді қалғандарыныкін өздеріңіз тауып комментарийда жазып кетіңіздер. Екінші есеп: теңдік тура болу үшін бос орындарға қандай бір таңбасандарды жазуға болады? 57 қосу бір таңбалы сандар, иә? 57 қосу 3 тең 60 болады, және 60-ға 9 қосқанда 69 болады. 98 минус 8 90 болады. 90-нан 6-ны азайтамыз, тең болады 84 болады. Мүмкін болатын теңсіздіктердің бәрін құрастыр. 70 қосылған Б. Так, Б бізде 10-ға тең. 70-ке 10 қосқанда 80 болады. 70-ке 20 қосқанда 90 болады. 70-ке 4 қосқанда 74 болады. 70-ке 14 қосқанда 84 болады. 70-ке 24 қосқанда 94 болады. Келесі: 70 қосу Б минус 14. 70-ке 10 қосып, одан 14 азайтамыз. Яғни 80-нен 14 азайтамыз. Неше болады? 80-ден 66. 90-нан 14 азайтқанда 76 ма? 74-тен 14 азайтқанда 60. 84-тен 14 азайтқанда 70. 94-тен 14 азайтқанда 80. Б қосу 30 плюс 12. 30-ға 12 қосқанда 42. Яғни 10-ға 42-ні қосамыз. 10-ға 42 52 болады. 20-ға 42 62 болады. 4-ке 42 46 болады. 14-ке 42 56 болады. 24-ке 42 66 болады. Келесі есеп: үшінші есеп. Бізде өрнектерді оқы. Оларды қандай топтарға бөлуге болады? 100 минус 26 қосылған 14. 26 қосылған 14 бізде 40. 100-ден 40 азайтқанда 60. Бұл өрнек 60-ға тең. Так, Б минус 30. Б минус Б тең бізде астында мында көрсетіліп тұр. Б тең 40-қа тең. Яғни мында 40 минус 30 тең болады 10-ға. Мында 700-ден 600 азайтқанда 100. 1000 болады мында. 1000-ға тең. Мында Б 40-қа тең болса 80 92 болады. Мында 400 300 болады. Д А тең болады 60-ға 70 15 болады. Мында 100 100 400 болады. Д 50-ге тең. 50-ден 40 10 78-ге 10 88 болады. Келесі есепті шығар. Жарысқа 30 қатысушы келді. Олардың ішінде 15-і тәжірибелі, 5-еуі жаңадан бастаған, қалғандары қосалқы ойыншылар. Өрнектер нені білдіретінін түсіндір. Мында қараңыздар. Яғни қалғандары қосалқы оқушылар. Қосалқы оқушылар саны қанша? Мында барлығы 30 қатысушы келді деп тұр, иә? Оның 15-і тәжірибелі. 5-еуі жаңадан қосылған.
қалғаны қосалқы оқушылар, яғни мына жерді табуымыз керек. Ол үшін 30 азайту 15 қосылған 5. Міне мына өрнекті аламыз. Бұл өрнектің тең болады 30-дан 20-ны азайтқанда 10-ға. Қосалқы оқушылар саны 10. Келесі 5-ші есеп. Қалдырылған жақшыларды орнына қой. 8-ге 7 қосқанда 15. 40-тан 15-ті азайтқанда 25. 9-дан 6-ны азайтқанда 3. 50-ден 3 азайтқанда 47. 30-дан 10 азайтқанда 20. 86-тан 20-ны азайтқанда 66. Так, 20-ға 2 қосқанда 22, 42-ден 22-ні азайтқанда 20. 6. Сызбаға қара, шаршылар жиынына жататын фигураларды ата. Шаршылар жиынына жататын фигура. Бізде А, Б, С. A, B, C. Қара түсті фигуралар жиынына жататындарды ата. Қара түсті фигураларға бізге К, Н, В, С, Ф жатады. С, Ф. Үлкен қара фигураларды ата дейді. Үлкен қара фигура бізде Н және В. Қызыл шеңберде қандай фигуралар бар? A, C, A, B, C, K бар. A, B, C, K. Көк шеңберде қандай фигуралар бар? К, Н, В, С, Ф. Болды.